Әйелі тісін емдету үшін жасырын ақша жинап жүрді. Ал күйеуі тығылған жерін тауып алып айқай салды. Сен отбасын тонап жүрсің. Айжан ешқашан еркін күле алмайтын. Жастайынан тістері бірінен соң бірі қирап, әрбір тіс дәрігеріне баруы тек денесі үшін ғана емес, қалтасы үшін де қасірет еді. Ұлы туғаннан кейін бар ақша балаға, үйге, бітпейтін қарыздарға кететін. Күйеуі Нұрлан күн сайын дерлік қайталайтын. Әйел адам қарапайым болу керек. Әдемілік саған енді керек емес, тұрмыстасың ғой. Бірақ Айжан айнаға қарап тұрып, әрең көз жасын ұстайтын. Жасы небәрі 42-де еді. Ал өзін 60-тағы қарт әйелдей сезінетін. Сарғайған, қақсап тұрған, сынған тістер. Ол тіпті өз ұлымен сөйлескенде аузын қолымен жауып алатын. Әр барған сайын дәріханадан бірнеше жүз теңгені қалтасына салып қоятын. Базарда саудаласып, әр тиынды үнемдейтін. Сумкасында ескі әмиян, ал оның құпия қалташасында жіңішке ақша бума. Сол жерге ақша Айжан айлар бойы теңге-теңгемен жинады. Армандаушы еді. Бір күні тіс дәрігерінің креслосына жайғасып, дәрігердің жаңа күлкі сыйлаймыз дегенін естуді. Бірақ шынайылық тым қатал еді. Нұрлан барлығын бақылауға әуес. Телефонын, сөмкесін, тіпті азық-түлік салынған пакеттерін ақтарып шығатын. Кейде тіпті пальтосының қалталарын төңкеріп, тыйым салынған нәрсе іздегендей қимылдайтын. Ешқашан риза болмайтын. Бірде сорпа тұзды, бірде бала жаман киінген, бірде көршімен көп сөйлейсің деп ұрсатын. Ал сол түні ең қорқыныштысы болды. Айжан жұмыстан әдеттегідей кеш қайтты. Кеңседе қосымша тазалық жасап, аздап ақша тапқан. Үйге кіріп, пальтосын шешкен сәттен-ақ бірдеңе дұрыс емес екенін сезді. Ас үйде қылпып тұрған үнсіздік. Үстел басында Нұрлан отыр. Ал алдында оның әмияны. Дәл сол әмиян. Бұл не? Даусы тым төмен әрі қорқынышты тыныш еді. Бұл ақша деп сыбырлады Айжан. Тізесі дірілдеп, не үшін? Жауап беріп үлгермеді. Нұрлан орнынан атып тұрып, үстелді жұдырығымен қойып қалды. Ақшалар тордан шыққан құстай жерге шашырап жатты. Сен отбасын тонап жүрсің, деп сонша қатты айқайлады. Айжанның құлағы шыңылдап кетті. Менен жасырасың ба, білмеймін деп ойладың ба? Ұлы бөлмеден қорқып жүгіріп шықты. Құлағын қолымен басып, пижамасымен қалтырап тұр. Нұрлан олай емес қой, деп ақталды Айжан. Мыжылған ақшаларды жерден жинап жүріп, мен тек тісімді емдеткім келген, шыдатпай ауырады ғой. Бірақ Нұрлан тыңдамайтын секілді. Ас үйде бірі ары-бері арыстандай аласұрып жүріп, сөзді аямай боқтап жатты. Тіс үшін бе? Мазан кеткен бе? Балаға аяқ киім керек, ал сен әуре қылып жүрсің бе? Сен өз қалауың үшін отбасын тонап отырсың. Айжан есінен танып қалардай болды. Көзіне суреттер елестеді. Бір түндегі сұмдық ауырған тіс, жастыққа жылап, ұлын оятпау үшін дыбысын шығармай шыдағаны, таңертеңгі ұялған күлкіден қашқаны және бір ғана арман, бір күні ұялмай күлу. Сол сәтте күтпеген оқиға болды. Ол тек Айжанды ғана емес, Нұрланның өзінде шошытты.